Құрметті менің YouTube көрермендерім, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп қойыңыздар, міндетті түрде сіздермен күнделікті ақпаратпен, денсаулығыңызға пайдасы бар ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Адам ағзасына асқабақтың пайдасы қандай? Барлығымыз асқабақты жақсы көреміз, сүйіп жейміз. Кейбіреулеріміз тіпті жемейміз де. Не үшін жемейміз? Егер де асқабақтың пайдасын білетін болсаңыздар, міндетті түрде сіздер де жейтін боласыздар. Асқабақ көкөніс пе, жидек пе? Өте қызық, асқабақ көкөніс қатарына жатпайды. Өйткені қауын, қарбыз және асқабақ жидек саналады екен. Асқабақ та жидек екен. Ал жидектің тағамдық құнары мол екен баршаңызда белгілі. Сонымен асқабақ туралы не білеміз? Яғни асқабақты магазиннен сатып алатын болсаңыз, 3-5 келіге жететін асқабақты алған жөн. Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты саналады. Сонымен қатар қабығы жұқа, ал ұлпасы қалың болады. Оның үстіне ұлпаның пайдасы өте зор, әрі дәні де құнарлы. Асқабақты жиі пайдалану ішек құрттардан құтылуға көмектеседі. Ер адамдардың денсаулығы үшін дәні де өте пайдалы. Простатит секілді ауруларды емдеу үшін де қолданылады. Асқабақ дәнінің тағы да қандай пайдасы бар? Асқабақ ұлпасында пайдалы дәрумендер мен микроэлементтердің көп мөлшері кездеседі. Мысалы, Е, В дәрумендерін жеміс-жидектерден таба аласыз, ал К және Т дәрумендерін кездестіру қиындау. К дәрумендер тобы қанның қоюлатып қалмауын реттейді. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін адамдарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл жүдеп таптырмайтын құрал. Өйткені асқабақта зат алмасуды жылдамдататын, әрі ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар. Сондықтан асқабақты ет тағамдарына арналған ең үздік гарнир деуге толық негіз бар. Асқабақтан дайындалған шырынның пайдасы өте зор. Қан аздыққа қарсы керемет ем. Өйткені шырын құрамында темірдің мөлшері өте көп. Сондай-ақ асқабақ ұлпасында кальций мен калий өте көп. Каротин көлемі де асқабақтан сәбізге қарағанда жоғары. Сол себепті көзі нашар көретін адамдарға асқабақ шырыны ұсынуға болады. Асқабақ шырыны бүйрек, бауыр және қуық қабыршағы үшін ем. Бұл үшін асқабақты шикілей жеген дұрыс. Егер ол дәмсіз көрінсе, қайнатып алыңыз. Айта кету керек, асқабақ ұлпасында калий тұзы бар. Іш өтіп ауырғанда да асқабақ шырынын ішуге кеңес беремін. Балалар үшін, емшектегі сәбилер үшін асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Ал қызыл түстегі заттар балалардың аллергиясын қоздырады деп ойлаудың қажеті жоқ. Бұл дұрыс емес. Бұл жидек ешқашан аллергия шақырған емес. Асқабақтың пюре жасап қана қоймай, шырынын берсеңіз де болады. Асқабақ шырыны сәбіз немесе алма шырынымен керемет үйлесім табады. Балғын асқабақтан дайындалған ботқа емдік қасиеттерге бай. Сондықтан тері ауруларына да емдеуге көп пайдаланылады. Жатар алдында балмен араласқан 1 стакан асқабақ шырынын ішсеңіз, ұйқыңыз тыныш болады. Сіздерге менің ақпаратым пайдалы болады деген үмітім бар, себебі бұл менің әжемнен қалған рецепттер. Дәл осылай жасап қолданып көріңіздер. Рахмет, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ауырмаңыздар.